Реал Мадрид Эрлинг Холландты сатып алғысы келеді. МЮ Асимкенді сатып алу ойыннан бас тартқан жоқ. Манчестер Сити Бернардуды Барселонаға сатуды ойластырып жатыр. Тони Кросс мансабын аяқтағысы келеді. Және Месси ПСЖ-мен келісімшартты ұзартуға қарсы емес. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбайық, бастаймыз. АС басылымның хабарлауынша, Реал Мадрид Жоао Кансело мен Эрлинг Холландты Манчестер Ситиден сатып алғысы келеді. Мадридтік басылымның хабарлауынша, Реал Канселоды 2023 жылдың жазында, ал Холландты 2024 жылдың жазында сатып алуды жоспарлап отыр. 2024 жылдың жазында Эрлинг Холландтың 180 миллион евро құрайтын сатып алу құны іске қосылады. Холландтың кету сомасын әр басылым әртүрлі атады. Марка басылымы 200 миллион евро десе, АС басылымы норвегиялықтың кету сомасын 150 миллион евро деп белгіледі. The Telegraph басылымның хабарлауынша, Челси Вест Хэм жартылай қорғаушысы Деклан Райсты сатып алғысы келеді. Басылымның хабарлауынша, Челси Жоржино мен Нголо Кантеге қарамастан жас хаббекті командаларына қосқысы келеді. Канте мен Челсидің келісімшарты осы маусымның соңында аяқталады. Челси ойыншыға жаңа келісімшарт ұсынды, бірақ Канте әлі жауап берген жоқ. Кантеге жаңа келісімшарттың мерзімі ұнамайды. Ал Жоржиноға келер болсақ, лондондықтар ойыншыны не алып қаларын, не сатарын білмейді. МЮ алдағы қыста өзінің шабуыл шебін күшейткісі келеді. Өткен жазда Қызыл сойқандар жартылай қорғанысты күшейтуді жоспарлаған, бірақ бұл қолдан келмеді. Фабрицио Романоның хабарлауынша, клуб әлі Наполи ойыншысы Виктор Осимхенді сатып алғысы келеді. Ал итальяндықтар Осимхенді жақын арада сатуды жоспарлап отырған жоқ. Бұдан бөлек МЮ командаға Барселона ойыншысы Мемфис Депайды шақырғысы келеді. Депайдың Барселонамен келісімшарты алдағы жазда аяқталады. Сондықтан осы қыста Барселона лайықты ұсыныс алса, ойыншымен қоштасуы мүмкін. Өткен жазда Тен Хаг Депайды сатып алуды ойлаған, бірақ басты назарды басқа трансферлерге аударып, голландиялыққа ұсыныс тастаған жоқ. Беделді журналист Фабрицио Романоның хабарлауынша, Джуд Беллингем әлі бірде-бір клубпен келісімге келген жоқ. Боруссия Беллингеммен келіссөздер жүргізіп жатқан жоқ, және ойыншыны сатуға дайын. Дортмунд әлі Беллингемнің бағасын белгілеген жоқ. Олар алдағы әлем чемпионаты англиялықтың бағасын біраз көтереді деп есептейді. Сондықтан ойыншының нақты бағасы турнирден кейін бекітіледі. Беллингем үшін Ливерпуль таласып жатыр. Қызылдар өткен жазда Арилиан Чаумениді сатып алғысы келген, бірақ жолдары болмады. Ливерпуль сәтсіз трансферге жоспарланған ақшаны жаңа ойыншыға сақтап отыр. The Times басылымның хабарлауынша, Манчестер Сити Бернарду Силвадан Барселонаға ауысу жайлы ойын сұрады. Барселона бас бапкері Хави келесі жазда командаға Бернардуды қосқысы келеді. Барселона Силваны өткен жазда сатып алғысы келген, бірақ Манчестер Сити сұраған 80 миллион евроны төлей алмады. Бұған дейін әртүрлі басылымдар егер Манчестер Сити 80 миллион алса, Бернардуды ұстамайтынын хабарланған. Бірақ осы жазда қалалықтар ПСЖ-ның ұсынысын кері қайтарды. Бернарду Силва тек Испанияға ауысқысы келетін көрінеді. L'Equipe басылымның хабарлауынша, ПСЖ Мессимен келісімшартты ұзартқысы келеді. Шейхтар аргентиналықпен келісімге келу үшін ақшаны аямайды. Мессиге жылына 30 миллион евромен дәл қазіргідей келісімшарт ұсынылды. Егер аргентиналық бұл ұсыныстан бас тартса, ПСЖ жалақыны бірнеше есе көбейтуге дайын. Қазір Барселона Мессиге жылына 15 миллион евродан көп жалақы ұсына алмайды. Егер Месси көп жалақы қаласа, ПСЖ-да қалуы әбден мүмкін. Басылымның хабарлауынша, Месси ПСЖ-ның ұсынысын әлі кері қайтарған жоқ. Ол шешімді әлем чемпионатынан кейін қабылдауы мүмкін. Қазір басқаға көңіл бөлгісі келмейді. Бұдан бөлек Foot in Испания басылымның хабарлауынша, ПСЖ иелері Эспаньол клубын сатып алғысы келеді. Олар Ла Лигада Реал мен Барселонаға қарсылық көрсете алатын клуб құруды жоспарлап отыр. АС басылымының хабарлауынша, Реал Мадрид ойыншысы Тони Кросс осы маусымнан кейін мансабын аяқтауы мүмкін. Ойыншы командамен келісімшартты ұзарту бойынша келіссөздердің бәрінен бас тартты.
Кросс жалындап тұрған шағында спорттан кеткісі келеді. Бұған дейін ойыншы өзі 34 жастан кейін футбол ойнағысы келмейтінін хабарлаған. Неміс жас ойыншыларға жол ашқысы келеді. Ал қазір Реал Мадрид жартылай қорғаушының орнына ойыншы іздеуде. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар соңына жетті. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.